Сәлеметсіздер ме? Мен Павлодар облысы Ақсу қаласының дарынды балаларға арналған мамандырылған гимназиясының қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Дүйсенбаев Әскербек Құлтайұлымын. Сіздерге 5-ші сыныпта түбір мен қосымша тақырыбында өткен панорамалық сабақты ұсынғалы отырмын. Сабақтың мақсаты түбір мен қосымша тақырыбы бойынша білімді арттыру, жұрнақ пен жалғауды ажырата білу және атқаратын қызметін тану, қосымшалардың түбір сөзге жалғану заңдылықтары туралы ұғымды дамыту. Сабақтың түрі жаңа сабақ. Бүгінгі сабақта қолданатын құрал-жабдықтар бұл кеспе қағаздары, түрлі түсті қарындаштар, маркерлер, стикер және интернет белсенді тақтаны қолданамыз. Сабақта қолданатын сонымен қатар әдіс тәсілдер бұл АКТ, ақпараттық коммуникациялық технологиялар, сын тұрғысынан ойлау стратегиялары, диалогтық оқыту, топтық жұмыс, миға шабуыл, джиксо, білемін, білдім, білгім келеді стратегиясы және бағалау. Жаңа тақырыпты меңгертуде джиксо әдісін қолдандым. Оны төменгідей ұйымдастырдым. Алдымен топты 3 топқа бөлдім. Бұл жанұя топтар деп аталады. Одан кейін оларды 1, 2, 3 санау арқылы бірлерді бір бөлік, екілерді бір бөлік, үштерді бір бөлік өз алдына жұмыс тобын құратқызды. Тақырыпқа шығу мақсатында оқушыларға сөйлем беремін. Сөйлемдегі сөздер қандай тұлғада тұрғанын сұрайды. Сонымен қатар бұл сөздер тізбегін сөйлем болуға жетпей тұрған тұлғаларды да оқушылар өздеріне анықтатқызады. Тапсырманы берудегі мақсатым қосымшалардың сөйлемдегі сөздерді байланыстыратынын, сөзге мағына үстейтінін оқушылардың өздеріне шешкізу. Сөйлемдердің бұл сөздер қандай тұлғада тұр? Яғұжан? Бұл сөз түбір тұлғасынан тұр. Жақсы. Ендеше бұл сөздерді сөйлем құрау үшін не жетіспей тұр бізге? Тамирис? Қосымшалар. Жақсы, рахмет. Қандай қосымшалар жетіспей тұр? Кім ғана сөйлем құрайды бізге? Қосымшаларын жалғап. Бала, мектеп, біл, ал, бар. Бала. Мен осы сөзге ла деген көптік жалғауды жалғаймын. Мектепке. Бұған мен ке барыс септігінің жалғаймын. Біл. Білім. Мен оған сөз түйдіруші жұрнақты жалғаймын. Балалар, ендеше бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз қандай? Айданы айта ғой. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз түбір мен қосымша. Жақсы. Рахмет. Мақсатын конструкциялық әдіс арқылы бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты бар, кеспе қағаздар. Ол кеспе қағаздар жинау арқылы бүгінгі сабақтың мақсатын ашамыз. Бірінші топқа аша беруге болады. Бұл екінші топқа, бұл үшінші топқа. Қайда? Дайынсыңдар, е? Жасын қайта ғой. Қосымшалардың түбір сөзге жалғану заңдылықтары туралы ұғымды дамыту. Жақсы, дұрыс. Динас. Түбір мен қосымша тақырыбы бойынша білімді арттыру. Жақсы. Үшінші топтығы? Яйда. Жұрнақ пен жалғауды ажырата білу және қызметін. Жаңа тақырып бойынша оқушыларға әртүрлі тақырыпта мағлұматтар таратып беремін. Бұл парақтарда қосымша материал берілген сендерге. Мінекейлеріңіз. Алдымен қосымша материалды оқимыз, сосын топта талқылаймыз, одан кейін постерге түсіреміз. Жақсы тапсырма? Жұмысты бастамас бұрын оқушыларға жұмыс тобында мәтіннің тесті бөлігін жақсы меңгеру қажеттілігін, өйткені сол бөлікті жанұя топ оқушыларына түсіндіруге жауапты екенін, мәтінді тұтас түсінуге әр оқушыға түсіндіру қажет екенін айттым. Әдіс барысында топтар өздеріне берілген мәтін мазмұнын оқып, топта талқылайды. Содан кейін топ спикерлері қалған топ мүшелері қонады. Сөздің бастапқы мағыналы бөлшекті біз түбір дейміз. Мысалы, жолдастық, сауыншылар, мектептердің Жәнеге барады қосымша екіге бөлінеді. Ол жұрнақ және алдымен сөзге жұрнақ, содан кейін жалғау жалғанады.
журнал жалғанады, тек қана журналдан кейін жалғау жалғанады. Сөздің бастапқы мағыналы бір бөлігін түбір дейді. Қаншалықты меңгергендігін тексеру мақсатында оқушыларға кестені толтырылған. Өнер түбірі, ілі, сөз тудырушы жұрнақ. Дұрыс па? Жақсы, екінші топтан біреу. Балалар түбірі бала, қосымшасы құлақ. Құлақ сөз тудырушы жұрнақ. Жақсы. Білгіш бірі, сөз тудырушы жұрнақ. Жақсы бекітіп алу үшін оқушыларға білемін, білдім, білгім келеді стратегиясын не білдіңдер? Қамелейсіз? Түбір мен қосымшаны ажырату. Жақсы, ажырата білдіңдер. Ал кім жақсы? Сөздің бастапқы мағыналы бір бөлігін түбір дейді. Жақсы. Дилназ айталы. Жұрнақ ол екіге бөлінетін білдір. Ол сөз тудырушы жұрнақ және сөз түрлендіруші жұрнақ. Жақсы. Тағы не білдіңдер? Айда не білдің? Жұрнақтың жалғау. Жіксу стратегиясы мазмұнды жоғары табыспен меңгеру, оқығанды есте сақтау үшін өте тиімді тәсіл. Оқушыны оқуға деген қызығушылығы артады. Ұжымда жақсы қарым-қатынас қалыптасады. Қаналы тәртіп